Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, өте керемет, бір жасағаннан жақсы шығатын малинадан тосап, яғни варенье жасаймыз. Ең алдымен банкаларымызды сода қосылған жылы суға жуып шайып аламыз. Оларды қайнап тұрған суда булап аламыз 10-15 минут. Сосын крышкаларды да қайнап тұрған суда 10-15 минут тазалап аламыз. Ең алдымен малинамызды теңдей 2 шараға бөліп шығамыз. Бұл жерде бізде 5 килограмм варенье және құмшекерді де сол малиналарға теңдей бөліп саламыз. Бір түнге қоямыз. Бір түн болғаннан кейін біздің малиналарымыздың суы шығып, құмшекерлері езіліп шығады. Мінеге бір түн өтті, бізде осындай малинамыздың суы шыға бастады. Суы шыққан кезде біз оны газға қойып қайнатамыз. Яғни орташа отта біз қайнатамыз. Қайнауына жақын қалған кезде бұның бетінде көбіктер шыға бастайды. Ол көбіктерін алып тастайсыздар. Бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып 10-15 минут қайнатасыздар. Сосын вареньеміз дайын болады. Мінеке бізде вареньеміз дайын болды. Енді отыны таза банкілерімізге салып, қақпағын жауып, банкілер сақтайтын жерге қоямыз. Мінеке бізде варенье өте дәмді болып шықты, дайын болды. Мінеке 5 килограмм малинадан осынша банка варенье шықты. Өте дәмді шықты. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Өкінбейсіздер. Өте сәтті, өте жақсы шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің осы жасаған рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.